Ассалаумағалейкум. Бүгін 30 қазан сейсенбі тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Мен Нұрлат Жәнібекұлы, алдымен аңдатпа. Жарма ауданында 30 қазан күні шығармашыл ұстаз, дарынды оқушы сайысы өтеді. Үшпейік ауылының Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Рысмағамбетова Альмира Мұратбек қызы мен шәкірті Советова Алима болашақ тобын құрып, шығармашыл ұстаз, дарынды оқушы сайысына жолдама алды. Ақтайлақ би мектебінің директоры Қанапиянов Ерзат Биахметұлы ұсынған бастауыш сынып мұғалімі Альмира Мұратбек қызы шәкірті Алима Айдан қызымен сайысқа жолдама алды. Егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталған емес пе? Альмира Мұратбек қызы жайлы айта өтсек, Жәнібек сөз кезегі өзінде. Ұстаз Рысмағамбетова Альмира Мұратбек қызы 1981 жылы 24 шілдеде Үшпейік ауылында дүниеге келді. Ұстаздың жетістіктеріне тоқтала кеткім келеді. Аудандық жас ұстаздар форумында 3-ші орын, Күміс қоңырау фестивалінде көрермен көзайымы номинациясымен, облыстық ғылыми жоба сайысында 3-ші орын, жас білімпаз сайысында 2-ші дәрежелі диплом. Бүгінгіге осы, ары қарай бетпе-бет бағдарламасын көріңіздер. Қонақта Советова Алима Айдын қызы. Қайырлы күн достар, бұл баламен бетпе-бет бағдарламасы. Мен алғашқы қонағымды ортаға шақырамын. Советова Алима Айдын қызы 2010 жылы 7 қаңтарда Аягөз қаласында дүниеге келді. Алима өте зерек, дарынды оқушылардың бірі. Қолөнермен айналысқанды жақсы көреді. Алима, қош келдің біздің бағдарламаға. Жасың қаншада? Менің жасым 7-де. Алима, сенің қандай жетістіктерің бар? Өзімнің жетістіктеріме тоқталатын болсам, 2007-2008 оқу жылы облыстық айналайын зияткерлік турнирінде 1-ші орын, асыл тас конкурсында 2-ші орын, дарынды даралайым сайысында 1-ші орын жеңіп алдым. Бүгінгіге осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.